Керімсал мінез иесі. Сізді осы подкасттың алдында, медиа жобаның алдында бір подкасттан көрген кезінде осындай ой түйдім. Жалпы жаңағы айтқанымдай таулардың биіктігінің байқалмайтыны рас. Қасында жүрген кезіңізде басқаша, эфирден көрген кезде басқаша эффекті қалдырдыңыз. Студияға келгенімізге өте қуаныштымын. Жалпы айтыңызшы, ана тақырыбындағы ең бір осал тұс осы да, керімсал тәрбие иесі болуға қалай келдіңіз? Рахмет. Қайырлы күн. Бүгінгі тамаша осындай анаға тағзым деген үлкен мейірімге толы жүректің ішкі бір жан тебіренісін сондай бір қылым тербететін керемет бағдарламаға келгеніме қуаныштымын. Мен бақыттымын деп ойлаймын, өйткені әрбір адамзат баласы өзінің анасы туралы айтқысы келеді. Анасы туралы еске алғанда ол өзін бір бала сезінеді. Міне жасымыз қазір біразға келіп қалды. Сол ана туралы есімізге алған кезде біз әлі бір сол балалық шағымыздағы еркелігіміз, анаға деген, ананың бізге деген мейірімі, сол мейірімнің құшағында әлі де бола түссе ме екен деген шіркін деген армандар. Бүгін бағдарламаға келгенше біртүрлі жүрегім атша тулап келген рас. Сондықтан да сізге үлкен алғысымды білдіремін. Жалпы бір тұтас тәрбиені ел ішіне ұлықтап жүрген қызды ана қалай тәрбиеледі? Анаңыз қалай тәрбиеледі? Анамның негізгі шыққан тегі Қобланды Қыпшақтың қызы. Қыпшақ Қобланды дейді. Жалпы өте өткір, қайсар, шешен, тілге өте шешен, ер мінезді, өзінің тұлғасы да. Мен өзімді ірімін ғой. Анам ұқсаған, денем анам ұқсаған, реңім әкеме ұқсаған. Жалпы анамның бойында бір қайраткерлік, сондай бір тамаша қасиеттер болды. Әкем жастайынан денсаулығы болмай, жалпы отбасын құрар кезде менің атам осы анамды ауыл аралап жүріп таңдап алған. Сонда мен осының алдында да бір жазбамда әлеуметтік желіде жаздым. Әкем туралы жақсы естелік жазған кезде жазып өттім. Жалпы мен қойшының қызымын. Менің атам қойшы болған, сол мыңғырған малы болған. Кеңес дәуірінде өзі ен далада ешкімге еншісін бермей, өз алдына сол малды, өзінің малын, өзі бір бай балғанның баласы болған кезінде Кеңес үкіметінде жұмыс армиясына барып, сол жұмыс армиясынан қашып келіп, бір кәсібін сол мал шаруашылығында іске асырған үлкен қасиетті әулие кісі болған. Бір түкіріп бала жазған, бір түкіріп келіндерге бала көтерткен сондай әулие кісі болған атам. Енді атам бұрынғының көргенділігі деген осы шығар, тектілігі деп те айтсақ болады. Өзінің жастай ең кішкентайы 3 баласы болған, 3 ұлы. 3 ұлының ең кенжесі осы 2 ай 3 ай болғанда оның әйелі дүние салған біздің апамыз. Содан атамыз жар таңдаған кезде 10-15 әйел алған ғой. Малға жау. Әріден бастайын енді кішкене. Әдемі. Сонда 10-15 әйелді алып кеп, балаға мейірімі қандай? Бала жақсы көреді ма? Егер бала жақсы көрмесе, атына өңгіріп қайтана барып жасайды екен. Содан 10-нан аса жаңағы әйел алған деп ауылда бәрі айтады. Содан Күланда деген апамызды алған ғой. Сонда жаңа апамызды тағы бір ашуланып келіп, аттың үстінен өңгіріп алып кетіп бартқанда жаңа кішкентай емшектен енді жетім қалған бала ғой, жаңа ең кішкентай әкемнің інісі. Сол аттың шаужайына жармасып, әжемізге қарап жылаған ғой. Сонда жүрегі жібіп кетіп, әй, патшағар, мұнаға мейірімің түскен екен ғой. Болды, сен қаласың осы үйде деген ғой. Сонда сіздің әжеңізді төркініне апарып тастамақшы болып тұрған жерінен баланың мейірімі көрдіңіз ба? Ол дүниеге өзі әкелмесе де, сол әжеміздің жатырынан болмаса да, әжемнің сол бір мейірімін арнаған шығар. Соны сезінген ғой бала. Міне сөйтіп сондай 3 жетім ұлмен қалған ортадағы менің әкемді өзінің туған ағасына еншілеп берген. Біздің тегімізді, өзі Жұманқұл, тегімізді Дуанбек деп
сол кісінің ағасына бір екеуі, ағалы інілі екеуі енші бөлмей бір аулада өскен. Енді қараңыз, сол атамыз енді келін таңдаған кезде менің әкем жастайынан өзі сәл ауру жан болып, нәзіктеу болған. Содан өзі мына бұрынғы қазақта сондай өзі сәл өмірге мықты мығымдарын бөлік шығарып, өзіне әлсіздеу дегендерді қара шаңыраққа алып қалған. Иә. Сонда менің әкемді қара шаңыраққа алып қалам, ертең мен мына малымның егесі болады деп, бірақ осыған лайықты жар таңдайын, жарды іздейін деп ауыл-ауылды аралап жүргенде Құрманбай деген ол кісі өте бір бақуатты, Әулиеатада үлкен базар болған. Сол базарды Жамбылда, Жамбыл қаласында. Қазір Тараз қаласы ғой, енді соның бір үлкен базар болған. Сол базарда енді біздің тамаша жаңағы аталарымыз, нағашыларымыз сол жақта бір үлкен базар ұстаған екен. Содан жаңағы Құрманбай деген менің нағашы атамның жалғыз қызы, менің шешем Гүлзағипа. Жалғыз қызы болады. Сол жалғыз қызына құда түсіп барады ғой. Жалғызды алуға қорықпаған, жалпы жалғыз қыздар ерке бұла болады. Оның ерке бұлалығына қарамай алған атаңыз не деген керемет, жалпы көріпкелі болған. Сонда кеп бір қарап үйіне кеп, Құрманбайдың үйіне кеп түскен кезде көздегені сол еді, жалғыз қызы бар екен, жарамды қызы бар деген сөз естіген ғой. Сонда анамның қарап отырып, анамның сөз саптауына, жүріс тұрысына, аяқ қолы балғадай, бойы ұзын, өзі сары, көзі көк, менің анамның келбеті. Әр сөзі ойланып сөйлейтін, сондай мықты ер азаматқа бергісіз, өзі біреудің жалғыз қыз болғаннан кейін әкесінің кәсібін әрі қарай дөңгелентіп отырған ғой. Содан атам жаңа өзіңіз айтпақшы, ерке болған, еркек шоралау болған сәл. Анаңыз. Қыз сияқты бір қылмысып тұрмаған. Бірақ менің әкем айтқан, менің сонша малымның егесі болатын, міне мен өзім балама осы қосағы осы деп мен нүктені қойдым деп Құрманбай атамызға айтқан. Жаңа барынша енді малды төккен, малды дейді ғой дүние енді. Ол кезде мысалға ол өзінің балаларына келін алған кезде мынандай жасайды екен менің атам. 9-9-дан малды 9 жылқы мысалға да, 9 сиыр, 9 мысалға әр нәрсен 9 малдың өзін 4 түлік малды 9-бен апарады екен. Үйір малды 9-7 сонымен екшеген. Сөйтіп алып барады екен да, содан анамды жаңа денесіне қарап, бұл қауға тартқанда мықты болады ертең малға. Қауға тартқанда малды суғару керек сәтті есіне алған ғой. Физикалық тұрғыдан да менің атамын көрген мықты деп. Жалпы былай ғой, осы келін таңдауда Төле би мен Данагүл бір бейпіл образ қазақта да. Кез келген келін таңдайтын ата да, ата көрім бар дейміз ғой, ағайын көрім, қыз айттыру, сол салттардың барлығында Данагүл еске түседі біздің әдемі кейіпкерлеріміз. Осы орайда сіздің атаңыз қауға тартудан басқа анаңыздың қайғырын көре алыпты, анаңыз ол туралы айтты ма? Анамның өткірлігі, бағана айтып өттім. Өткірлігі. Қалай байқаған екен? Сонда жаңағы үйге келген кезде, жаңағы енді құда түсіп барған кезде, бірінші бір жиында аста отырып Құрманбайдың алдына өтеді ғой. Содан Құрманбай даусын, сізде қыз бар екен, бізде ұл бар деген секілді. Екеуі жақсы үзеңгілес болып тұрғаннан кейін сыйлас сондай. Содан барып үйіне түскен кезде енді өзінің бір қылықтарымен неған шығар, енді мен дәл оның қай сөз екенін білмеймін, бірақ атамыз қашан дүниеден өткенше менің анаммен ақылдасып, өзінің ең сырлас адам болды. Сонда ойлаймын, атам соның жаңағыда ол малыма, дүниеме еге болу емес, жалпы әулеттің әулеттің дәулеті мен сәулетін кіргізетін нағыз жаңағы мықты ана болады ау деп іздеген ау. Демек, құт келін іздеді. Сіздің барған жеріңізде сіз құт келін бола алдыңыз ба? Енеңіз қандай адам болды? Мен де өкінішке қарай, мен тұрмысқа шыққан кезде, мен соңғы 5-ші курста шықтым. Жолдасым екеуміз танысып, Төле би бабаның 7-ші ұрпағы менің жолдасым. Төле би бабаның келін таңдауын тектен-текке айтпаппын деп па? Содан о кісі
мен сол өзінің 28 жасар ағасы мен жеңгесінің қолына түсірді. Өйткені өзінің әкесі мен анасы ерте дүние салып кеткен, 60 жасқа жетпей. Содан бірақ сол әулетте үлкен, енді қазір бір керемет дана келімін деп айтсам, бір енді мақтанып кетем. Жалпы ана келін атандым ау деп өзім ойлаймын. Маған деген құрметі сол елдің жаныс, оның ішіне жолан дегеннің. Енді сіз үшін енеңіздің образы қандай қазір? Мен көрмеген қиын, көрген басқа. Суретте, фотодан көрген ғой, кіргенде менің анам осы кісі, әкем осы кісі деп таныстырған. Содан екеуміз үйленгеннен кейін бір 5-6 айдан кейін мен түсіме сол енем кіреді ғой. Аха. Мен таң қалам, тура жаңа ақ орамал тартып, тура сол образда мен түсіме кірген кезде бір тылсым күштің бар екендігіне енді қалай тәнті болмасқа. Сонда маған ақырын басымнан сипап отырып, қасына отырғызып, біздің сол қара шаңырақта өзі жер өте үлкен, 1 гектар жер. Сол жаңағы алмабаудың жан-жағына отырып, жерді қазады да, кәдімгідей нанды жабады тапаға. Енеңіз түсіңізде нан жауып жатыр тапада. Нан жауып, нанды маған үйретіп, осылай нан жабады деп, мен ары қарай кете береміз. Ашып тұрған қамырды алады да, нан жабады. Сол жаңағы алмабаудың жағалай түгелі мен нан жапқыз маған үйретеді. Сосын мен енді бұл түсімді жортқан кезде менің жолдасымның ең үлкен әпкесі бар. Атын айта берейін. Олар деген әпкеміз бар. Сол әпкем айттым. Осының үстіне мен түс көріппін әпке осылай дегенде, жаңа қайын әпкем айтты. Айналайын, саған ерекше бір есі кетіп тұрған екен ғой. Өзі 11 бала дүниеге алып келген, енеміз көп балалы ана ғой. Сонда ішіндегі ең бір өзі әрбір ананың өзіне жақын бауырына тартқан осы сенің жолдасың Марат. Сол Маратының Құдай қосқан қосағына бір өзінің пейілі ниет ауған екен ғой. Сен Құдай қаласа бір бай болып кететін шығарсың деді маған. Артынша Аллаға сан шүкір деп айту керек. Сол жолдасымның тасы өрге домалап, сол бір жылылық әкелді ме білмеймін, мен жолдасымның алғашқы тапқан табысына сол енемнің басына тас қойғызуға мен өзім күйеуіме айттым, жолдасыма. Енемнің басына тас қояйық деп. Соны өлі разы болмай, тірі баймайды деп. Тірнектеп жиған алғашқы еңбек ақысына анасының басына белгі қойып, елді үлкен Құран оқыттық. Содан барын батасын алып, енді ойлаймын, сол әулетте бір тамаша, бір өсіп өнген, өздері бір мықты отбасымыз. Қазір мен өзім күйеуімнің фамилиясындамын ғой. Сондай бір жақсы дүние келді. Анам тойымызға келген кезде тамадан айтқаны бар. Шіркін, баяғының 5 биенің сабасындай бәйбішесі секілді жаңа сіз айтқан керімсал деген сөзді сол тамада айтқан еді. Сіз маған, мен қазір есіме түсіп отыр, қазір ойыма оралып отыр. Сіз маған сол сөзді бір бұл қайталап айтып отырсыз неше жылдан кейін. Сіз тұрмысқа шыққан кездегі сөз, сіз анаңыздың жасына келгенде қайталанып отыр ма? Қайталанып отыр. Анам сол кезде жаңағы тостқа шақырады ғой. Сол кезде орнынан тұрып ақырын келе жатқан кезде жаңағы тамада, Самат деген тамада бар еді, сол кісі. Шіркін, қайран қазақтың 5 биенің сабасындай аналарым жасасын деп, жаңағы бәйбішесіндей екенсіз деп, анам деген төгілген көйлек киіп, ақ орамалы иығында сөйтіп ортаға маң басып шығып келе жатыр ғой. Сонда осы жерді байланыстырып өтсем, анам сонда сен бір сондай бір әке шешесі жоқ адамға бардың, болмаса бір басқа жаққа деген жоқ. Мені Жамбыл облысының қызым, Шымкентке Төле би ауданы, сол жаққа тұрмысқа шықтым. Сонда тойда тұрып, жаңағы менің қайнағам мен абысыныма батасын берді ғой. Мені деді, мен жаста болса бас болып, осындай бір тамаша тойды дүркіретіп өткізіп атқан. Қазір 2-нің бірінен қолынан келген, ол кезде бір тоқырау замандар еді, мен 91 жыл тұрмысқа шықтым. 92-де тойымыз болды. Сонда айтады, осындай дүниенің бәрі іске асырып атқан жастарға мен ризашылығымды білдіремін. Менің мықты құдам мен құдағиым деп сезініп жатырмын деп. Соны әлі күнге дейін біздің әулетімізде айтып отырады. Анамның сондай бір тамаша сөздері бар. Өте бір шебер еді. Әкемді менің өте ұқыпты, әкем өзі жас, денесі кішілеу еді әкем. Сонда әкемді былай сувенир деп ат қойып қояды. Себебі әкем өте тап-таза, тап-тинақтай кісі болады. Еще ықшам. Өзі ықшамды, қағылез. Түрі мен сияқты. Денесі кішкентай ғана. Анам деген сүйекті кісі. Содан айтады,
бұл менің сувенирім деп қояды. Бәрі күледі. Анаңыз айтады ғой. Өйткені барлық үйдің, еркектің де әйелдің де тірлігінің бәрін өзінің мойнына көтеріп отыр ғой. Иә, енді бұл жерде басқа түссе баспақшылық. Иә, ана әкемнің сондай денсаулығының жоқтығын білдірмей бәрімізді өсірді, бақты, қақты, оқытты мысалға. Мықты тәрбиені көрсете алды. Ана көрген оқ жонар, әке көрген томпыш. Әкемнің бойындағы мейірімді, мен өзі әкемнің қызымын, бірақ әкем басқа 7 бала шағасының бірде-бірі малайынан иіскемейді, мен малайымнан иіскейтін. Сондай бір айтады ғой, Алла тағалам бір сүйген қол деген сияқты, мен бір сүйген перзенті шығармын. Анам да кетерінде бір сондай батасын берген. Ол кісінің бір сөзі, сол сувенир деп неге атаған. Сонда әкеміз түнде төсекке жатқан кезде өзінің көрпесін конверт сияқты жан-жағын бекітіп алатын. Сөйтіп бір шетін, ана гостиницада болады ғой. Қонақ үйлерде бір шетін үтіріп қойып, ашып қойып. Сөйтіп соған ақырын кіріп жатады да, сосын нәскиін, көйлегін, костюм, ана барлық киімдерін қаттап магазиннен болады ғой, дүкеннен қалай алады, соны жастықтың астына, нәскиді аяғының матрасының астына салып, қолға алмай жататын таңда. Қалай ұйықтап солай тұрады. Солай, содан менің жаңағы конверт сувенир деп отқаным сол. Өте ұқыпты сондай кісі болатын. Анам деген, енді тоқырау заманында кішкене айтып өтейін анам туралы. Иә, әрине. Сізді анаңыз туралы айтсын деп шақырып қойып дегеннен кейін анамның мықтылығымен шығар деймін. Жамбыл облысы Талас ауданы Ақкөл деген жерде тұрдық. Енді біз Ойық деген ауылда туып өскенбіз. Сонда жаңағы әкемнің әкесі мықты кісі дедім ғой. Өзінің 3 баласының 2-еуін оқытып, үлкені мен кішісін ортасында мал қалып қалған ғой біздің әкемді. Сонда жаңағы енді атамның өзінің қолына күші кетіп жатқан кезде жаңағы менің шешемді, анамды, әкемді біздің отбасымызды жаңа үлкен баласына, ол кісі райкомда үгіт насихат бөлімінің меңгерушісі, мықты қызметте ауданда. Сол кісіге, Көшербек атамызға, сол кісіге тапсырып, Ақкөл деген селоға біз ауданның орталығынан көшіріп алып келеді. Сонда біздің жаңағы әжептәуір қойымыз бір қыста қырылып қалады ғой. Ана әкенің малы балаға мал болмас деп. Әнекей. Сонда Ақкөлдің өзі суы тұздылау, әйтеуір сол бір қыста қырылып қалады. Содан деген тоқырау заманы білесіз ғой енді. Иә. Сонда анам деген наубайханада жұмыс жасады. Нанды жабатын аудандық наубайхана болады ғой. Пекарня дейді ол кезде. Сода жұмыс жасады, қара жұмыс жасады. Қолы берекелі азаматша болған ғой. Береке дарыған алақанына. Айлық бермейді, айлықты ұнға, бір қап ұн қып береді мысалға, иә. Сондай береді, ол кезде ақша жоқ қой. Сонда үйге бір қап ұн әкелсе, сол заманда өзі таршылық көріп кетті халықтың барлығы. Соны бөліп қайнысының үйіне, тағы басқаға, төркін жақта бір жақсы анандай інілері бар, бір жиен өзі, сол інілеріне әйтеуір қолынан келгенше бір жақсылық жеткізе отырады. Берекелді қол. Айтып жатырмын ғой, берекелі болған. Үйде ет болмай қалса, мысалы сол заманда ғой, әйтпесе негізі соны айтатын. Қайран анау қара қойым айдап қоятын да. Сонда мыңғырған малды бағып кезінде, жас кезінде жүрді да, кейін жас келген кезде, орталыққа көшіп келген кезде жаңағыдай жағдайлар болды ғой. Сонда жаңағыдай нанды кесетін да, бетіне кішкене ғана шұжық жасап жүріп, енді ол дәм лағман деп қояды өзі. Соны оның енді дәмі деген керемет болатын. Сонда нан жауып, жаңағы жаппағып нан жабады. Сөйтіп үйде шеттей бала шағамыз, соның бәрін оқытты. 2 әпкемді, ағам бәріміз жоғары оқу орындарында оқыды, одан ең кішкентайлар әйтеуір бәріне тәрбиені керемет еңбекпен өстік. Сонда анам деген өзі пеш соға беретін. Өзі қол деген енді ұстайтын. Ауылда оны барлығы үймеме шақырып, Заған деп айтатын атын. Заған үйдің пешін соғып берші деп арнайы алып кетеді. Пеш болғанда енді бізде ана тандыр деген ұғым бар ғой? Иә, тандыр емес ол. Тандыр емес, кәдімгі от жағатын пеш. Кәдімгі мына мұржасымен сонда пеш соғатын. Керемет. Осындай қол деген. Айтып тұрмын ғой, еркек сияқты болып өскенде. Одан бөлек өте әділ. Бізге үнемі айтатын, өтірік айтпаңдар. Біреудің ала жібін аттамаңдар. Еңбек етсең ешқашан кем болмайсың. Сабақты жақсы оқы, ол өзің үшін дейтін. Ертең қор болмасаң, өзің қор болмайсың. Мен ол кезде кетіп қалам, маған бәрібір деп біз айтып қоятын. Кейін ойлаймын, шынында сол ерте кетіп те қалды ғой. Соны өмірде біз сол еңбекке баулып, адалдыққа сондай бір, енді біз сондай бір отбасында өмір сүрдік.
Жалпы енді қазір мал туралы, наубайхана туралы айтып жатырмыз ғой. Өңкей дүкен ұстаған қауымның ортасында өскен екенсіз да. Енді алысқа көз жүгіртіп өтсек, өзіңіз енді алыстан бастағаннан кейін мен де алыстан бірдеңені алып қалған шығар деп сізге сұрақ қойғалы отырмын да. Атам қазақ сағатқа қарамаған. Атам қазақ малдың қасынуымен құлағының қайшылауына қарап табиғатты болжаған. Алдында қандай күн райы күтіп тұр деген сияқты. Сіздің бойыңызда содан қандай да бір дарыған нәрсе бар ма? Ілім ғой тұнып тұрған, қоршаған ортамен байланыс, қоршаған ортаның байланысы арқылы сезіну, табиғат құбылыстар. Сондай бар ма сізде қандай да бір? Енді бізде кішкентай бала күнімізде, бізді үйретті ғой негізі, бала күнімізде торғай шырылдағанда бізді оятатын, өздері айтатын. Ол таңғы сағат 5-6 ғой. Сол кезде тұрыңдар 5 болды, сағат 6 болды демейді. Әй, торғай шырылдап жатыр, тұрыңдар. Алда талай жұмыстарың бар деп тұрғызатынбыз. Көзімізді уқалап ашып, торғай шырылдағаннан еңбекпен өстік дегенде. Қой ауылда, мен өзім 1-ші сыныпқа барған жылға дейін қой ауылда өстік қой. Сонда торғай шырылдағаннан бастап бізді оятатын, айтатын. Жаңа сағатпен өтпеді дегенге айтамын. Одан кейін қайнағасы баратын сағат деген. Сағат деген сөз деп айтпайды. Уақыт деп сөйлейтін. Мен Меруерт әпкені осы студияға келгенге дейін енді сәл алыстау адамның қырын ашу басқа да, саған белгілі мінезі қалыптасқан адамның алдында сұхбат қалай шығады екен деген толқу болып еді. Қазір дөп басып күліп жатырмын да. Сағат деген атау жоқ дейсіз ғой. Торғай шырылдағаннан тұрғызатын. Одан сағат деген сөз қалай қолданатын еді анаң? Уақыт дейді. Уақыт. Уақыт. Ой, уақыт, оның қайнағаны ол кезде білмеймін екен, жәке деп айтатын. Ой, уақыт жәкем үйіне барады екенбіз ғой. Уақыт жәкем үйіне келді. Жәкем деген көке, аға деген мағынаны беретін еді ғой. Сый-құрметті білдіреді, сондай. Қайнағам демейді. Жәкем дейді. Уақыт жәкем дейді. Ол кісі негізі енді Ерғали Сағатов деген үлкен мықты кісі болған. Алматыда Ленинші жаз газетінің редакторы болды кезінде, тамаша жас алашты, кейін басқарды. Сол кісі өмірден өтіп кетті. Сол кісінің әкесі ғой. Біздің жаңағы қайнағасы. Керемет. Тектінің ұрпағы текті жерге барып, өз елін тапқан деген ол өте керемет нәрсе. Арманның, қыз арманының, қыз қиялының бір орындалғанын деп бағалауға болады. Осы орайда жалпы ана көрген том пішер дедік жаңа. Сіз анаңыздың қай қасиетіне ерекше мән бердіңіз, және де анаңыздың қай өтінішін көбірек орындадыңыз? Анамның ең мықты қасиеті сабырлық. Сол үнемі айтып отыратын. Сабырлы болу керек, көну керек. Сен тағдырыңда түрлі жағдайлар болады. Сол кезде сен ашуға берілме, сабырға өзіңді шақыр. Ішкі өзіңнің бір жүрегің болады, екінші жүрегің сонымен кеңес деп отырады. Екінші тынысты айтып тұрған адам бойында. Сонда ішкі дүниеңді өзің ішің не деп тұр, ішкі жүрегің деп айтады. Сондай сабырлық деген үлкен тамаша қасиетін мен бойыма сіңірдім. Мен жалпы сабырлы деп айтады қазір, енді білмеймін ғой. Иә, солай. Анамды осы содан кейін жалпы ол кісінің ойлаймын сол кішкене өткір қайраткерлігі де бар ма маған. Кей кезде мен өзіме қатты бір алға бір шешім шығаратын кезде бір мақсат қойсам, соған жету үшін кей кезде мен тіке айтып тастап біраз адамдарға жақпай да қалам. Анамның мінезі тіктеу еді. Осы тіктегі мінезі келді маған. Одан кейін не нәрсені болса да үндемей іштей өзі шешім шығаратындай ақырын ғана тағдырына көп мойынсынған жан. Олай дейтінім, әкем аурушыл болғаннан кейін, әкем қасында ол кісі қандай жағдай болмасын, үндемей отырып қалатын, қатты ашуланған кезде. Әкеңіздің қасында? Жоқ, әкем қасында емес, жалпы өзі бір өмірде болады ғой. Енді қу жетіспеушілік болады, бір басқа бір ағайынның арасында, бір абысының арасында бір болады ғой енді әртүрлі нәрселер. Ашуға ерік беріп, ешқашан айқайлап ұрыспайтын. Ешқашан жаман сөз айтпайтын. Мысалға сол кездерде бізде болатын, ой, ауыздарынан айтып жататын, кей мамалар қыздарына ше,
сонда ешқашан ондай сөз шықпайтын. Оның қатты ашуланғаны ақырын қасыма келеді. Мысалы, маған егер ашуланып тұрса, мынау саусақпен алады да, мынау Бурама жегізеді. Бурама кәмпит жегізеді, көзіңіз жас ұршып кетеді. Болды, содан ары қарай ең үлкен болды біздің жазалаудың түрі. Одан кейін ол біраз уақытқа дейін сөйлемей жүреді. Анамыз сол жаңа ашуы қашан жазылады екен деп, үйді тазалағанда, мен өте тазалағанда анама деген жалтыратып көрсеткімге, ол кезде терезе солығы бар бойыңызда. Иә, тап-таза, қазанның сыртында бір қара нәрсе қоймаймын. Осы жалтырата берем, сөйтем де анам қасқабаны қараймын. Сол кезде анам ризашылықпен бүйтіп, менің қызым молодец деп қояды, бар айтатын сол. Жаңағы. Сонда ризашылығын көрем. Содан кейін барып, одан тұрмысқа шығып, мен бір күні ананың бір құдіреті деген нәрсеге тағы бір тоқталғым келіп тұрды. Үйге келеді, бүкіл көрпе төсек, негізі ісмер анам. Кәдімгі 10 саусағын өнер тамған ісмер. Сол ісмерлігі енді құдайға шебер, құдай деген шебер ғой. Өзінің үлкен, біз 3 қызбыз ғой. Үлкен әпкеме қонды ісмерлігі. Сосын сол қара шаңырақта өзі түскен Жазира деген келінім бар. Соған қонды ғой. Сонда Жазира келінім жаңағы анамның тігін машинкасы дейді ғой, қолмен тігін машинасымен қайшысы болатын. Сол қайшысын бәрін дүкенді ұстап отыр қазір. Әлі сол өзінің қолында. Анамның дүниесін алып қалды да, сол дүкенді алып қалды. Енді анам сондай бізге қолдан оюлап, көрпеше бәрін қолдан тігіп беретін. Үйге келіп, 1 апта, 2 апта жатып, мен үйімде бір күні сондай тағы да кеп көрпе тігіп береді, жаңа көрпелерін жасап береді. Мен қайынбикелерім бәрі 5 қайынбикем бар. Барлығы мен анам келгенде үйге келіп о кісімен әңгіме айтқан жақсы көреді. Анам деген әңгімені тағмылжытып керемет айтады. Соны бір күні тісім қатты ауырды. Сөйтіп түнде таңғы ұйықтай алмай жатырмын. Жолдасым айтсам, енді барып дәрі қойып не қылсай деп қояды. Астына 2-ші қабатта ғой, енді астына 1-ші қабатқа түсіп, сөйтіп жаңадан неден не істеймін деп жаңа қатты ауырып тұр, енді жаным бармай. Анам тұрып орнынан келіп, 1-ші қабатта жатқан. Келіп маған, не болды дейді, тісім ауырып, кел деп қояды. Құшақтады. Өзі жатқан төсектің қасына, мен деген ол кезде 3 баласы бар әйелмін. Қасына жатқысы да жаңағы алақан қойды жаныңызға. Сөйтті да ақырын шашымнан сипап жатып ұйықтап кетіп. Сонда тісім қалай қойған білмеймін. Сон ананың алақанның құдіреті да. Қарасаңыз, немені қасиет деп осы ғой. Адамзат баласы өзінің анасы деген, мысалы, не деген басбұзарлар, не бір адамдар бар ғой. Анасы туралы қасына келіп сырласып кетқанда, көзінен ақырын ғана жас таматын, мен өзім куәсі болғам. Ана деген бұл құдірет қой. Иә, ана деген құдірет. Ана деген біздің жердегі құдіретіміз ғой. Көктегі құдіреттен біздің тілеуіміз деп тұратын. Сіздің айтып отқан әңгімеңізде, Меруерт әпке, өзімнің басымнан өткен 2 жағдайды есіме түсіріп отыр. Біріншісі, анам құшақтап жатқан кезінде мен жазылдым дегенді. Менің бір әдетім бар да, мен бұл әдетті құрбыларыма түсіндіре алмаймын да, мәселен. Менің қыздарым ба, балам ба біреу ауырса, менде басталады, мен азаннан кешке дейін ішпесем де, жемесем де тамақ құшақтап жата берем. Сөйтсе, уже әзілдейтін жаңағы өзімнің құрдастарым айтады, неғылып бүгін жұмыртқа басып жатсың ба? Бұл енді сол ғой, балаға көбірек жаңағы мейірім құшағына бөлінген бала көбірек иммунитетін көтереді. Сол ғой. Көбірек иммунитет көтеріледі. Ол қанша жасқа келмей, егер анаң болса, сен жап-жассың деген нәрсе. Осы да, сен бүкіл денсаулығың барлық баланста болады. Сен білесің, что сен үшін тілеп жатқан адам бар. Ал екінші жағдай, сіздің анаңыз сияқты, мен де өзімнің анаммен мақтанайыншы, ісмерлігі. Кеше осы Астанаға ұшқалы жатқан кезінде, түнде барып анамның батасын алатын кезімде, анам айтады, қызым, мен ертең бір байқауға қатысып жатырмын, дейді. Соған қол өнерге не істесем болады, дейді. Егеміз түнгі сағат 11:30 шай ішіп отырмыз. Ешкім жоқ, бәрі ұйықтап жатыр. Ана мен қыздың өзара сөйлесуін алып келетін нәрсеге өзім туралап бардым мен. Ешкім кедергі келтірмесін деп. Мен айтамын, анашым деймін да, сіз ешқашан бізге көрпе сатып алып барып бермегенсіз. Оны енді ол жерде көрсету мүмкіндігі жоқ шығар, бірақ сіз оны мақтанып айта аласыз. Өйткені біз мақтанып айтамыз. Біздің анамыз
үш қатар жүк болса, үш қатар жүкті өзі қолдан қабиды, мақтаны өзі түзулейді, өзі салады, астарлайды, сыртын қаптайды, өзінің талғамынан и жылы болып шығады да, и жеңіл және жылы болады. Өйткені анамыз өзінің жан жүрегін жылуын сияқты қосып берген сияқты. Енді сөйтсем, қызым енді ол қалай қабылданады екен дейді. Мен айтамын, мама, мысал керек болса, сіз осы былтыр менің көрпе төсегімнің барлығын жаңалап бердіңіз ғой. Қабып, өзіңіз қолдан құрап, қызым бір құрап бердім, құралды деген жоқсыз. Сіз ауыстырып бердіңіз. Арада талай жыл өтті, мін 20 жыл болып жатыр. 20 жылда ауыстырып бердіңіз. Сіз оған ерінбейсіз ғой. Бұл қасиет жоқ, қазір барлығымыз барамыз да көбіне неге дайын синтефонды сатып аламыз деймін да. Осы орайда осы бір ұқсастығымызды мақтанышпен толықтырғым келді, мақтанғым келді деп. Керемет болған. Соны біз қазірше қайта насихаттауымыз керек. Аналар мектебін көбірек насихатталса, әкелер мектебінің көбірек қалыптасуына жол ашамыз. Енді бүгінгі әкелер, бүгінгі аналар туралы ұғым дұрыс болмағанымен де бәрібір болашақты қалап жатырған ана ғой. Болашақта әкелер мектебін қалыптастыратын. Кез келген әлемді бір қолымен бесікті, бір қолымен әлем тербететін ана деп айтамыз ғой, иә? Жалпы қоғамды қоғам ететін, отбасын отбасы ететін ана ғой. Иә. Енді мен сізге айтайын, бір қызықты. Әкем менің бір қызмет істеп, бір шекірейіп, бір анада бір жүріп жүрген адам емес. Жаңағы, бірақ өте момын кісі еді. Сонда әкем аузынан бір бізге деген бір қатал сөз шықпайтын. Үндемей отыра берді. Сувенир десе сувенир. Ал анам бізде сонда бітетін. Әкеңнен ұят болады. Бойыңда тік деп жүр, болмаса етегіңді жауып отыр, шашыңды жайма, жинап отыр. Осындай тыйым сөздер көп қой тұр. Одан бөлек мен бір таңғалған нәрсем, сондай қазір бізде Қазақстанда, мен тәрбие жағын алып жүргеннен кейін. Дұрыс. Бізге керегі де осы болып тұр. Қоғамның проблемасы да мені кейде андай бейжай қалдырмайды. Қазір бізде енді толық емес отбасы деп атады, бірақ енді толық емес па, жарияға жар салып, ішке сыйған қызым сыртқымда да сияды деген сияқты жаңағыдай аналардың арасында сәл бір толқулар болып жатқаны ол өтірік емес. Сонда төзімділікке, шыдамдылыққа, сабырлыққа, сосын ең басты қазақта мынандай мақал бар. Қараша ханның тұсында, әйел ердің тұсында дейді. Сол біздің аналарымыз, сіздің, біздің аналарымыздың ұстанған ұстанымы үйдегі ер азаматты құрметтеу арқылы әулетте өзінің де, сол өзінің жаңа өсіп өнетін әулеттің де тамаша абыройын асқақтатқан ғой. Сонда ол қазір ойлаймын, менің әкем келіп бір осы қатал болып жатқан ештеңе жоқ, бірақ әкемізден аяқ тартып тұратымыз. Өйткені ана сол болмысты қалыптастырып берді. Әкең келе тұр, көрпешені қағып сал. Осы әшейін жай ғана сырттан келсе, әкең шай дайын ба? Кәні шай, осылай отыратын. Сонда қарап отырсаң, әкені құрметтету арқылы ана отбасы өзінен өзі бір толық ұядай болып, бір бірлікке, отбасының құндылығы дейміз ғой, қазір жетпей жатқан отбасы құндылығын сақтап қалатын бұл әйел. Әйелдің ақылдылығы, әйелдің айлалығы деп айтады. Даналығы, даралығы. Бір күні қызық болыпты. Біз үш қызбыз ғой, үш қызда бой жетіп, бірімізден кейіміз біріміз болып тұрған. Үлкен әпкем университет бітірген, одан кейін әпкем техникум бітіріп, бәрі енді бой жетіп тұрған. Мен 10-шы класты бітіріп отырғам. Сөйтсе жаңа әкем кіріп шығып жүр дейді. Өзі көп сөйлемейді жаңа. Соны, саған деп айтады дейді. Ана қыздарың айтсай, теңдерін тауып барысында баратын жақтарына қыз қонақ қойды. Ана Асқарбектің қыздары өтпей жатыр деп, елдер айтпасын деп айтады. Сөйтсе менің анам Құдай деп өз ана сөзді өлтіреді. Құдай, күйеу деген күл астында. Бір тепсек шығады. Бұйырған күні екеуміз шашымызды жұлып, не апарымыз білмей отырмайық деп. Содан бір жылда жаңа екі әпкем бірінен кейін бірге төсек орын, соны бір негіздерінде өзі. Сонда қиындық болып қалған. Содан андай. Негізі жаңағы айтып тұрмын, атамның бай болды. Одан кейін әкемнің уағында біздің тура өсіп тұрған кезінде кедей болдық. Одан кейін Құдайға шүкір бәрі өсіп өніп, құт қайтып өзінің орнына келді. Оралып, ағаларым, інілерім айтыр, отбасының бәрін өтіп айтпай.
бәрі мектепті алтын медальмен бітіріп, сондай бір неміз, отбасымыз сондай, әулетіміз. Сонда ойлаймын да, мен қазір үлкен қызметте істеп, бір бай екен деп біреуге ешқашан сол адамның алдында мен басымды иген емеспін. Сіз мен сияқты адами болмысын көресіз, лауазым ештеңені көрмейсіз. Ешқандай. Мен үшін ол адамның бойындағы ішкі дүниесінде бір сыйлайтындай, құрметтейтіндей бір қасиеті бар болса, мен ол кісіні құрметтеп өтемін. Табиғатымыз ұқсас біз. Ал егер ондай жаңағыдай бір өзінше болады ғой, сәл бір мынау байлыққа, дүниеге мастанып, аузынан айтып, сәл кердеңдеп отырған адам болса, мен ол дастарханда отыра алмайды екенмін. Менің апа әжемнің әдемі сөзі бар, көрмегеннің көргенінен без деген. Мен де көтере алмаймын ондай нәрселерді. Әкем ағасы райкомда жаңағы айттым ғой, үгіт насихат бөлімінің меңгерушісі болды. СПТУ дейтін, СПТУ-ның директоры, енді қызмет істеген ең үшең Байқошқарова Салтанат бар ғой, солардың әкелері Берден Байқошқаров, сол бәрі менің жаңағы әкем ағасы бәрі бір компания, олар бір элита да, сондай бір тамаша өздері бір үйлескен, сондай бір керемет жандар. Сөйтіп сол барып қызмет етеді ғой келін болған кезде. Сонда келін болып жүріп, кейбір жаңағы мастаныңқырап отырған әйелдер болады ғой енді. Соған қарап қояды да. Қайран деп қояды. Қайран, теңгемай. Кезінде қара қойдың арқасында аспандап отыратын менде деп сөздер бар да. Шіркін астындағы 5 теңгенің сөйлетіп отқаны-ай. Қалтаңда ақшаң болса қалтаңда, талтаңда деген осы екен ғой деп сөйтіп отыратын. Өте әр сөзі мақалмен айтатын. Содан кейін анамның бір қасиеті, ол әр адамда бір сенің бір қорғаушы пірің болады ғой. Сондай пірі анамның бұл нар түйе бар ғой. Нар түйе. Сонда жаңағы ол анам қиналған кезде сол түйе келіп, үйге сүйкеліп кетеді, артынша айтады. Ол айтады, мен ол атамды айтады да. Атам маған жіберді дейді анау. Пірімді жіберді атам дейді. Атам маған пірімді жіберді, мен бұл қиындықтан да шығам дейді. Көрдіңіз бе? Әнекей. Сонда біз енді жас кезімізде айттым ғой жаңағыда байлықта неде кереметтей өмір сүріп жүрдік та, кейін тура өскен кезімізде жаңағы кеңес дәуірінің алмалытөкпен заманына келдік қой. Соны 89-92 жылдар. Сол жылдар бір қатты қиналды анам. Сонда жаңағы сол кезде мына Ақкөлден үйді бұзып, үлкен ағам ол кезде енді ғана мектеп бітіріп не қылатын, үлкен ағам екеуі үйді бұзып, Тараздан, Жамбылдан, сояқта жезем главный жұмыс жасап тұрғам, жер әпергенде, жерге кеп қондырып, өзі күшімен соны қара шаңырақты қайтан тұрғызды. Сонымен қазір біздің қара шаңырағымыз Жамбыл облысында Қызыл Жұлдыз деген ауылда. Анам келді, анамның артынан бір қауым ел келді. Әнекей. Сол әкемнің ағасы келді. Қанша жыл қызмет істеген. Әкемнің інісі келді, Алматыда жүрген ол кісі келді. Сонда әкемнің ағасы, менің анам ауырып жатқан кезде, көп ауырған жоқ, бір аптада ғана ауырды. Бәріміз келіп отырмыз. Сонда әкемнің ағасы келіп, өте ақылды біздің әулеттің данасы ғой деп сөйтіп айтқан. Енді қайнағасы болады ғой енді. Сондай көзіне жас алып, сөйтіп менің анамды сондай құрметтеп, Заған деп айтатын, Заған деп. Сөйтіп, осы ақылдылығымен, осы көшкен кезде бәріміз ойлаған, қайқа барасың, ана-мына деп, сөйтсе бұл көргенділікпен көшкен екен ғой. Артынан біз бәріміз келіп, осы жерде бір әулет, бір көше болып отырмыз қазір деп. Осы орайда қазір бір өкінішті жағдай бар бізде. Қара шаңырақ деген сөздің құты қашып бара жатыр. Қалай қашып бара жатыр? Баспанасы жүрген, пәтерден пәтерге көшіп өскен ұрпақ өсіп жатыр да бізде. Бұл деген сөз қара шаңырақтың қастерлі екенін, қара шаңырақтың құнды қасиетті екенін сездірмейтін әлеуметтік жағдай бар. Жалпы бүгін пәтерден пәтерге көшіп жүрген қазақтың баспанасы болу болмау екіталай тұстарда көптеп кездесіп қалады. Осындай жағдайларда қара шаңырақты сезініп, қара шаңырақтың қара топырағына аунап өспеген қала баласына мен жаным ашиды. Себебі менің өзімде қара шаңырақ деген ұғым өте жоғары. Мысалға үшін біздің әжеміз, менің әжем айтатын, Ақтас деген жерде біз тұрдық деп.
Сонда сенесіз бе, енді Ақтастан әжеміздің әкесі көшіп келіп, бір ауылға іргелес жаңа ағайын туыстар жиналып, бір 4 атаға өтіп кетті да. Мен сол кезде Ақтасты іздедім ғой бір күні. Ақтасқа бардым, тауып алдым, осы журналист болғаннан кейін. Ақтасқа барсам, тек қана жаңағы мынау сылақ, сол кездерде кесек там дейді. Кесектің орындары жатыр. Ол кезде не жоқ, мынау бізде қазір фундамент жоқ, кесектің орындары жатыр да. Көңілімнің құлазығанын айта алмаймын. Бұл нәрсені сезініп білу өте ауыр. Қазір менің көңілім пәтерде жүрген қазақ деп құлазуы мүмкін да. Ал енді сіз ескі сіздің қайнағаңыз жаңа қара шаңырақ құрып бергенмен де ескісін іздеп барған кезіңіз болды ма? Ондай әлі күнге бармадыңыз ба? Бару ойыңызда бар ма? Біздің қайын жұрт жағынан ба? Жоқ, біздің қара шаңырағымызда қазір енді менің күйеуім айттым 11 деп. Сол 5 бала. Өзі 5 қыздан кейін бар 5 баланы дүниеге әкелген. Сондай ортасында үлкен қайнағымнан кейін бір қайын әпкем бар, одан кейін бәрі 4 ұл болған. Енді сол 5 ағайынданың 2-еуі о дүниеге кетті. Бір қайнағам 65 жылғы қайнағам өте жас кетті. Одан кейінгі қайным кетіп қалды. Ахат деген сол қара шаңырақта отырған. Енді қазір ол жерде келінім Ақбаян тұрып жатыр. 3 баласы бар, 2 бала, 1 қызы бар. Біз қара шаңыраққа үнемі барып тұрамыз. Қара шаңырақ жаңа өзіңіз айтқандай, сол түсімдегі бау сол күйінде бау болып тұр. Сол мен келін болып түскендегінің әр жерде жасаған, баудыға жасаған ол кезде тойымызда. Естің алды. Мақтамен жазған ғой. Кілемге аты жөніңізді жазып. Кілемге. 2 кальций немесе жүрек. Соны айтып күлеміз ғой. Оны неді шоң айна деген не болады ғой, тікенік. Соған мақтаны бүйтіп жапсырғанда мақта тұрып қалады. Сол шоң айнаны кілемге, сонда екеуінің ортасында клей болып тұрады ғой. Жалғастырушы. Әлмек сияқты. Ностальгия. Иә, сол той жасаған кездер бәрі көз алдымда. Қазір үлкен шаңырақ болып отыр. Енді өсіп өнсін. Мен өте өзімнің келіндерім, өзі орта 2 абысын, 2 келінім ортасында мен өзі. Менің жолдасым өте мықты кәсіпкер, енді сол әулетті ұстап отыр ғой енді. Біз байжанбыз негізі. Қара шаңырақ десек те ене жақта айтамыз. Ал өзіміздің ана жағыңыздағы қара шаңырақ. Ол жақтағы жаңағы атамның отырғанда ойықтағы қара шаңырағымызды. Кейін мен анам бір жаңағы Бақытбек деген ең кішкенім бар. Сол барып 1 жыл тұрды. Сол ойық ауылының әкімі, жаңа мен Дуанбеков Сіз Дуанбековасыз. Мен Дуанбековамын да. Бір құпияңыз ашылды. Қыз кездегі фамилиям ғой жаңағы. Жаңа айтып тұрмын ғой, Жұманқұл Дуанбек екеуі ағайынды. Соны менің атам жаңағы не болғаннан кейін балалар жетім қалғаннан кейін ортадағы баланы ана Дуанбек ағасына берген, оны жалғыз баласына серік болсын деп Сенбек деген атамыз болған екен бешер. Май көтен бала. Иә, сонымен мен деген ол жаңа Дуанбековамын ғой. Сөйтіп сол жақта Дуанбеков Болатжан деген менің ағам сол ауылдың әкімі болып, қазір пенсияға зейнеткер, өте сондай құрметті, баласы да жақсы қызметте істейді, прокурор Жамбыл қаласында Дуанбековтер. Міне солардың үйіне барамыз. Сөйтіп соның үйінің қасында біздің шаңырақ әлі сол қалпында тұр. Бізден не қылып алған, сатып алған адамдар болған, бірақ сол күйі өзгермей тұр ғой. Біз кішкентай кезімізде үйіміз сол жерде барып құмға аунап қайтамыз. Қандай көңіл күйде боласыз, білгім келіп тұр. Иә. Қара шаңыраққа барған. Ең бірінші сол ойық деген ауылға баратқанда ең далада жусанның иісі. Ол жусанның иісі еш жерде қайталанбайды. Жусанның иісі анаңыздың иісіндей болды. Иә, мен бүкіл балалық шағымдағы дүние соның барлығы. Одан қара шаңырақта әр бұрышында барлығымыз үйме-жүйме болып отырып, атамыз сонда айтып бар ма әулие кісі деп. Атам мені өте жақсы көрген. Сонда өлерінен 1 апта бұрын баласын шақырып, не берген ғой жаңағыда батасын беріп отырып, бүкіл көшеге жол тегістеп, шамды орнатқызған ғой. Керемет. Ертең сенің достарың, араласатын адамдарың, қызметтес адамдарың келгенде мен емес сүйене аласың деген. Сөйтіп атамыз деген 1 апта бұрын өзі өлмей тұрып дайындатқан. Анамды өте қатты жақсы көреді дедім ғой. Соны анам айтқан. Анау ақсарбас қойды, соны соясың. Сөйтіп ішек қарын бәрін аршып,
жайғастырып, басын бәрін үйтіп, бетін жауып үйге кіресің, мен сол кезде үзілем деген ғой. Әнекей сол айтқан келді ма? Сол айтқан тура келді. Мен оны Сүйегі әлі асыл. есімде, мен ол кезде 6-шы сыныпта оқимын. Кәдімгідей көз алдымда анам деген жаңағы жайғастырып үлкен қойды сойып алды да бетін жауып үйге кірген кезде атам жаңағы ризашылығын беріп, анама өте риза болып кетті. Айтып тұрмын ғой, әр неде жаңа анам қысылған кезде соны нарып түйіп атам келіп тұрып. Әнекей. Сондай не болған. Енді Қасиет қонған. Сондай малшы болғаннан кейін кәсіп деген мынау пенде, мынау енді қазір бір тылсым дүниемен айналып келіп байланыстырып жатамыз. Кеше бір неден оқып қалдым. Жалпы қазіргі ғылымдардың барлығын басып озып тұрған психология ғылымы, оның ішінде қазір көркем әдебиеттен гөрі психологиялық жаңағы әдебиеттер белең алуда деген сияқты әңгімелер айтыпты. Енді қаншалықты рас өтірік енді ол енді. Бірақ шындығына келгенде бір тылсым бір күш бар. Мен осы әкем қайтыс болар кезде қиналып, бір 2 күн қиналып жатты. Сол кезде менің түсіме аян берген. Сонда атам маған газет оқып отырды. Кәдімгі облыстық газет береді, ортасында қой 40-нан асты деген сөзді оқытты. Соны беріп, Ленин жолы деген кішкентай аудандық газет бар. Екінші соны мен әкемнің ағасына береді. Енді мен сізге осы деген денем әлі күнге дейін тірі. Менің де денем түршігіп кетті. Келдім да мен әкемнің әпкесі, Көрпетай деген әпкем бар еді. Исполкомда 25 жыл бір орында главный бухгалтер болған мықты Дуанбекова Көрпетайдың аруақтары бір тербеліп жатқан шығар. Сол кісіге мен осындай газетке осындай болды, маған осындай аян берді деген кезде. Заған деді менің мамама, анама. Заған тез бар да нені алып кел деді. Қойды алып кел. Біз қойды соймаппыз ғой. Атам өлгенде қой сойған едің ғой, есіңде ме? Неге сен Асқарбекке қой соймайсың? Содан естің алдында тұрған қой бар әйтеуір, соны алып малды жайғастырып біткен кезде әкем үзіледі ғой. Ойпырмай. Одан 4 күннен кейін жаңағы әкемнің ағасының әйелі Алмаш апам арасы 4-ақ күннен кейін бір өлімге барып отырып, скамейкадан құлап қалады да, басы шүйдесі тиіп жүріп кетеді. Сонда арасына жаңа Ленин жолы газетін соның жолдасына беріп отыр, мен әкем ағасына, Көшербек атама. Ойпырмай. Сонда менің атамның қасиетін қарасаңшы. Сонда кәдімгідей аян беріп тұрған. 2 кейін оны бір кісілер жорып, оны өзі у-шу жылап еңіреп жүрміз білмейміз. Жаңағы газет Құран екен. Анау өзінің баласына шыққан, сенің 40 амал жасап жатсың, бірақ ол сен қойды сойсай деп тұр екен. Баласына жанашып жатыр ғой, баласы 2 күн қиналып жатыр, енді жаны үзілмей жатыр. Кесе сындырамыз, пиала анандай шайнек сындырамыз, болмайды. Ал анау келіні сап-сау сол жерде отырған. Содан мен бір нәрсе, әр нәрсені түйе бересің ғой осындай кезде. Сонда жаңағы апамыз, Алмаш апамыз да өте мықты кісі болған, қасиетті, сонда керемет. Жаңа көр қазуға менің бауырларым кетіп бартқан кезде орнын атып тұрып, ай, Зәурбек, анау кімнің жаңа Асқарбектің не қылған жерінің қасынан орын алып қойыңдар дейді ғой. Сөйтсе мен анам айтады, мен анамның тілі шаяндайды, шағылады. Не болды сонша, асығып отырсыз ба? Әлі 60-ға толмаған ғой енді. Асығып отырсыз ба? Асықсаңыз сіз бара беріңіз, біз асығып тұрған жоқпыз деп күліп жаңағы айналдырып күледі да. 4 күннен кейін қайтыс болды да. Сонда бәріміз таңғалдық қой. Мен әкемнің қасынан орын алып, сол кісі жай тапты. Төле би бабамыздың әруағының 7-ші ұрпағынан әлі қасиет кетпепті деп. Иә, бұл қайын жұртым. Менің өзімнің не жағымда бөлтірік шешен. Бөлтірік шешен. Хан Жамбыл деген, Жамбыл хан деген хан болған. Шешендік өнері, сол жақтан келген. көсемдік кемеңгерлік сіздің бойыңызда екі жақтан да бабадан. Осы орайда бір тұтас тәрбиені сіздің жазып шыққаныңызды естіген кезімде менің өзім таң қалдым. Сізбен енді біраздан бері араласам, бір жаңағы сараптамалық мақаланы жазу барысында қосқым келді бір тұтас тәрбиені жазған автор кім деп. Іздестірем. Меруерт Медетбекова ханым жазған дегенде естіген кезде өзім Меруерт әпкем номерін берейін ба десе өзім хабарласам. Сіз қазір бір әулеттің емес, бір елдің анасы сияқты сезілесіз. Сіз бір тұтас тәрбиенің анасысыз деп айтсам. Бір тұтас тәрбиенің анасысыз деп маған баға берген Ғани Бектайұлы.
осы бір Менің тәрбиені ағам деп па. Ағам болмаса ағарту министрі Ғани Бектайұлының негізгі бастамасымен, сол кісінің шақыртуымен осына министрлікке тәрбие департаментіне алғаш рет ашылып соған басшылыққа келдім. Енді 1 жыл 8 ай ма жұмыс жасадым ғой. Сонда енді біртұтас тәрбиенің негізі мен жалғыз жазған жоқпын. Жұмысшы топпен жаздық. Анар Шымболатқызы деген ұлттық білім академиясының естідім президент. Одан бөлек Арафат, Самат деген жігіттер бар, Биллдің жігіттері. Олар мынау визуально дейді ғой, жаңағыдай бүкіл слайд түрінде суреттерін, фотолар қалай қою керек, сондай инфографикамен жұмыс жасады. Сондай жұмыс жасады. Негізінен осы төртеуміздің еңбегіміз болды. Енді біз команда болдық, мықты команда, бір-біріміздің айтқанымыздан. Менің жасағаным, мен практикпін ғой. Мен өзімнің жаңағы мектептен, жоғары оқу орнында бәрінде жұмыс жасап келдім. Мен соның жұмыстың жоспарын жасадым. Сөйтіп жоспар жасап, теориясын кім Анар екеуміз біріккен кезде біз ойламадық. Кәдімгідей бірге үніміз қосылып кетті да. Енді қазір жалғастырып жатыр ғой, енді бірақ ол дәл мен жаздым деп мен жар сала алмаймын, оған құқығымда жоқ шығар. Жалпы бұған негізгі ықпал еткен Ғани Бектайұлына алғысым шексіз. Мен осындай бір өзі жүрген жерінде бүкіл көпшіліктің алдында біртұтас тәрбиенің анасы деп мен таныстырды. Керемет. Содан кетіп қалған шығар енді. Рахмет айтамын. Біртұтас тәрбиенің анасы өзінің анасының қай өтінішін көбірек орындайтын еді? Ең бірінші тазалыққа мән бер деп айтатын. Бұл тазалық туралы айттық, қасиеттер туралы айттық. Ән салу, болмаса би билеп беру. Біз енді кішкентай кезімізден қазақ баласын өнерге баулып өсіреді ғой. Қонақ келсе, менің балам ән салады десе, тұра қалып келсін, келмесін ән саламыз. Менің балам, өзіңіз де қазір немерелеріңізге айтатын шығарсыз, менің немерем би билейді деген сияқты. Сіз анаңыздың осындай қандай есіме жақсы түсірдіңіз негізі. Иә, есімде. Жаңа айтып отырмын ғой, сондай бір қызмет, үлкен қызмет істейтін лауазымды кісілер жаңағыдай тамаша бір отырыс болып жатыр. Сөйтіп енді сөз сөйлесін, келін сөз сөйлесін деп менің анама, менің әкеме сөз беріп жатыр. Сөйтіп кіші інісі, келіні деп. Содан анам бір кезде алды да. Алдында мен үйде ыңылдап жүргенін білетін. Сөйтіп мен Мика дейді. Мика, ана бір әнді айтшы, мен сөйлеп болғаннан кейін деді. Мен үшін күтпеген нәрсе. Мен енді әнші емеспін, дауысым керемет емес. Енді ана қарға баласын әппағым дейді деп. Анама бір керемет көрген шығар. Бұл жерде әу демейтін қазақ жоқ қой. Бірақ енді мен бір ғана сол әнді қазір енді есіме шыққанмаса айтайын. Айтып беріңізші. Репертуарымда жалғыз сол бір ән, анамның сол бір жақсы көріп, соны айтшы дегеннен кейін мен анда-санда бір ана туралы осы әнді айтып қойдым. Анаңызға деген сағынышыңызды әнмен басыз. Иә. Айтып беріңізші. Енді сөге жамандамасыздар. Қойыңызшы. Даян жаңа Қодыққазы комплекс керек емес деп бізге айту керек. Жай ғана ауыздың алтауызы деп қабылдаңыздар. Ауылдың алтауызы. Ана туралы ән. Авторлар кім екенін білмеймін. Жылуын жүрегінің аямаған, сенсің ғой маған панаяуланам. Жайқалған жапырағы бәйтерексің, балаңның көлеңкеңді саялаған. Тербетіп мені қостың әнкейіңе, саялап көкірегіңнің сәндііне. Әлемнің бар асылын балаң үшін, жетер ме жалғыз сенің әлдиіңе. Әлемнің бар асылы балаң үшін, жетер ме жалғыз сенің әлдиіңе. Жетер ме жалғыз сенің әлдиіңе. Біздің бұл хабар 8 наурыз аналар күніне сұранып тұрған хабар болды деп па. Ананың әлдиі, ананың мейірімі, ананың бар болмысы салтанат құрған жерде
бала ұрпақ тәрбиесі таза болмақ. 8 наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Бұл менің қазір қабылдаған шешімім. Меруерт әпкемен болған сұхбат 8 наурыз мерекесіне арналып отыр. Назарларыңызға рахмет. Сізге де эфирге келгенім үшін үлкен рахмет. Шақырғаныңызға үлкен рахмет. Ананың әлдейі еліміздің бейбіт өмірді біз қадірлей білейік. Елімізде тыныштық болсын. Әрбір үйге ананың әлдейі шыға берсін. Біз бақыттымыз сонымен. Рахмет. Біз бақыттымыз, бақытты ұрпақ тәрбиелей білейік. Бақыттымыз.